Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы мәдени өсімдіктер мен үй жануарларының шығу орталықтары. Негізгі оқу мақсатымыз мәдени өсімдіктер мен үй жануарларының шығу тегінің орталықтарын оқып білу. Оқушылар, жаңа сабақты бастамас бұрын алдымен ой қозғап алайық. Алдыңғы оқу бойынша. Сонымен селекция дегеніміз не? Дұрыс айтасыңдар. Селекция бұл үй жануарларының жаңа қолтұқымдарымен өсімдіктердің жаңа іріктемелерін алу әдісі бойынша ғылымның саласы болып табылады. Орыстың ғалымы Вавилов осы селекция ғылымына зор үлес қосқан. Вавилов 20 ғасырдың 20-30 жылдары өзінің қызметкерлерімен бірге экспедицияға барады. Дүние жүзінің 52-ден аса елдерінде болады. Вавилов өзінің зерттеу нәтижесінде мәдени өсімдіктердің барлық географиялық аймақтарға бірдей таралмайтынын және әр дақылдың өзінің шығу орталығы болатынын анықтады. Екіншіден, қандай да болмасын өсімдік түрінің генетикалық жақын формалары көбірек таралған аймақ сол түрдің шығу орталығы болады деп тұжырымдады. Және өзінің көп жылдық еңбегінің талдау және зерттей келе Вавилов мәдени өсімдіктердің шығу орталықтарын 7 аймаққа бөлді. Атап айтатын болсақ, Оңтүстік-Батыс Азия, Шығыс Азия, Оңтүстік Азия, Абиссиния, Жерорта теңізі орталығы, Орталық Америка және Оңтүстік Америка аймақтарына бөлді. Кей деректерде Оңтүстік Американы Анды орталығы деп айтылады. Ал енді оқушылар, өзімізге танымал өсімдіктердің негізгі отаны қай жер және қай орталықтан шыққандығына тоқталып өтейік. Шығыс Азия орталығы. Өздерің көріп отырғандай, шиенің, өріктің, қарақұмықтың және сояның отаны болып табылады. Жалпы алған кезде мәдени өсімдіктердің 20%-ға жуығы осы орталықтан шыққан екен. Оңтүстік Азия орталығы. Қиярдың, күріштің, лимон, қант қамысының және кәдінің орталығы. Жалпы көкөністер мен жемістердің, мәдени өсімдіктердің барлық түрлерінің 50%-ға жуығы осы Оңтүстік Азиядан шыққан екен. Оңтүстік-Батыс Азия. Жүзім, қауын, сәбіз, пияз және бидай тәрізді көптеген дәнді дақылдардың орталығы. Жалпы 14%-ды құрайды екен. Келесі, жерорта теңізі орталығы. Зәйтүннің, орам жапырақтың, бұршақ тұқымдастардың және қызылшаның отаны. Мәдени өсімдіктердің 11%-ға жуығы осы жерорта теңізі орталығынан шыққан екен. Абиссиния, Африка материгінде. Әрине, бананның орталығы, қарбыздың, кофенің және арпаның орталығы болып табылады. Орталық Америка. Жүгерінің, асқабақтың, какаоның және мақтаның отаны. Сонымен қатар Оңтүстік Америка хин ағашының, ананастың және балалар өздеріне өте танымал картоп пен қызанақтың орталығы осы Оңтүстік Америка болып табылады. Оқушылар, Вавилов экспедиция жасаған кезде өзінің бір кей дерегінде алманың отаны Алматы қаласына жақын таулы шатқалдар деп көрсетіп кеткен болады. Оны қазіргі кездегі ғалымдар да, генетика ғалымдарының өзі де растап отыр. Демек, өзіміз білетіндей алманың отаны Алматы. Ал енді оқушылар жануарлардың алғаш қай орталықтарда қолға үйретілгенмен танысып өтейік. Жануарлардың қолға үйретілген орталығы да мәдени өсімдіктердің
шығу орталықтары тәрізді ежелгі өркениетті аудандармен сәйкес келеді екен. Мінекей көріп отырғанымыздай. Мысалға кестеге назар аударатын болсақ, жылқы, түйе, ірі қара, ешкі, қойлардың негізгі алғаш қолға үйретілген орталығы Азия, орталық Азия елдері болып табылады. Бұл сендерге бұрыннан таныс деп ойлаймын. Ал енді балалар, сендерге қызығырақ болу үшін алғаш қолға үйретілген жануарлардың жабайы арғы тегімен танысып кетейік. Сонымен ең алғаш қолға үйретілген бұл ит болады. Бұны барлығымыз білеміз. Иттің жабайы арғы тегі қасқыр болып табылады. Жылқының жабайы арғы тегі тарпан. Сиырдың жабайы арғы тегі тур, жабайы тур деп аталады. Қойдың жабайы арғы тегі муфлон. Тауықтың жабайы арғы тегі банкив тауығы. Ал енді оқушылар, бүгінгі сабақты түсінгенімізді жинақтау үшін не істейміз? Әрине, тапсырма орындаймыз. Біз тапсырма орындау арқылы алған білімімізді дамытамыз. Сонымен тапсырма. Төменде берілген мәдени өсімдіктердің шығу тегі орталықтарын көрсетіңіз. Яғни, мұнда тұрған жүгері, қияр, орамжапырақ, картоп, соя, жүзім, банан өсімдіктерінің қай орталықтан шыққандығын көрсетеміз. Ал енді келесі тапсырма. Жануарларды қолға үйретудің адам өміріндегі және табиғаттағы маңызы қандай? Оқушылар, өз пікірлеріңізді айтып сипаттаймыз. Сонымен оқушылар, кері байланыс жасайық. Бүгінгі сабақта сендерге не қызықты болды, не түсіндіңдер және алдағы уақытта не білгілерің келеді? Кері байланыс жазып кетіңіздер. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау, саламат болыңыздар.